Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл-Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік елінде пайда болып, өте танымалдылыққа ие болған пахлава тәттісінің үй жағдайындағы ерекше түрін дайындайтын боламыз. Бұл пахлаваның ерекшелігі оның қамыры 3 қабатты, ал ортасындағы салмасы өте мол, дәмді болып шығады. Міндетті түрде үйлеріңізде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнға шым-шым тұз, 1 шай қасық құрғақ жақсы ашытқы қосамыз, және де салқын сары майды ұнмен бір келкілеп қолымызбен екелейміз. Кейін жылы айранды бөліп құйып отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Кейін оның бетін целлофанмен не ас пленкасымен жауып, 1-1,5 сағат шамасына жылы жерге қоямыз. Қамырдың көлемі 2-3 есе көтерілген соң, оны бір рет басып қоямыз да, ортасына қосатын салмаларын дайындаймыз. Менде салмасы грек жаңғағы мен қара мейіз болады. Оларды қайнаған ыстық сумен жақсылап жуып кептіреміз. Мен жаңғақты осылай 180 градустағы қызып тұрған пешке шамамен 5 минутқа қойып кептіріп аламын. Енді біз пахлаваның қамырының ортаңғы бөлігін алдын ала пісіріп аламыз. Тағы көтеріліп тұрған қамырдың 3/1 бөлігін алып, үстелге ұн сеуіп, жұқалап, противень формасына келетіндей тік төртбұрышты етіп жайып аламыз. Алдын ала астына күнбағыс майы жағылған противеньге қойып, жан-жағын түзулейміз. Ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқымен тесіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 15 минут сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кеткен құрғақ грек жаңғақтарын қолымызбен орташа көлемде бөлеміз. Енді салманы араластыруға арналған тәтті масса дайындаймыз. 4 жұмыртқа уызына қант қосып, миксердің жай жылдамдығынан жоғарыға қарай көбейтіп, аппақ меренга дайындаймыз. Кейін оған мейіз бен грек жаңғағын қосып, барлығын араластырамыз. Біздің тәтті салмамыз дайын. Келесі кезекте қалған қамырдың жарты бөлігін алып,
үстелге ұн сеуіп отырып, тіктөртбұрышты пісіретін противеньге сәйкес форма етіп, шұқалап жазып аламыз. Қамырды май жағылған противеньге қойып, оның үстінен тәтті салманың жарты бөлігін салып, жан-жағына біркелкілеп таратып шығамыз. Үстінен алдын ала пісіріп алған қамырымызды қойып, одан кейін қалған салмамызды саламыз. Ең үстіне дәл солай жазылған қамырымызды салып, жан-жағын біріктіреміз. Әдемі қызаруы үшін 1-2 жұмыртқа сарыуызына сәл сүт қосып, араластырып алып, үстіне жағып шығамыз. Және де сәндігі үшін кунжут сепсеңіздер болады. градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-40 минут қызарғанша пісіреміз. Біздің пахлава тәттісі дайын. Пахлаваның дәл осы дайындау әдісі өте оңай, әрі қолжетімді қоспалардан тұрады. Қамыры да өзінің өте жұмсақ күйін сақтайды. Біздің үйде бұл тәттіні өте жақсы көреді. Сол себепті үлкен противень көлемінде дайындалса да, тез арада бітіп қалады. Егер отбасыңызда адам саны аз болса, қажетті құрамды 2 есе азайтып дайындай берсеңіз болады. Сізге де, жақындарыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Егер дайындап көрген болсаңыздар, астыға комментарийге жаза кетіңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.